أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұхтарам жамаат, сіздермен қатар сабақтарды жалғастырамыз. Біздің қалып кеткен сабақтарымыз суджуд тилауат сәждесіндегі мә ятабаддалу бихил мәжлисі, мәжліс ауыстыру болып есептелетін жағдайлар. Ва ятабаддалу мәжлису бил интиқал минху валау кана мусаддиян дейді. Бірінші жағдай, адам Құран оқытқан кезде, тилауат сәждесін оқыған кезде орнын ауыстырған болып есептелетін жағдай. Біріншісі, егер адам орнын ауыстырса, яғни 3 қадам жүрсе. Бұл қай жерде? Далада, сахарада, немесе жолда. Яғни 3 қадам жүрсе, не істейді? Орын ауысқан болып есептеледі дейді. Валау кана мусаддиян, яғни андай жіп тоқитын кісі болса да деп жатыр. Немесе кілем тоқитын сондай. Бұрын енді болған сондай жіптерді, ұзын жіптерден кілемдер тоқиды, соның не істейді? Ауыстырып отырады жіптерді. Мына жақ бетінен келесі бетіне не істеп отырады? Жүріп отырады. Сол кезде сол бір бетінен келесі бетіне өтуменен не істейді? Мәжліс ауысқан болып есептелетіндігін ескертіп жатыр. Екіншісі, вабил интиқали мин ғуснин иля ғуснин. Екінші жағдай, бір бұтақтан келесі бір бұтаққа не істесе? Ауысса. Бір Құран тилауат, мысалы, бір бұтақта отырып оқып отырып, келесі тилауат аятты не істесе? Келесі бұтақта оқыса, онда екеуінің әрқайсысына жеке-жеке не істеу керек болады? Тилауат сәждесін жасау керек болады. Сол сияқты уағаумин фи нахрин ау хаудин кабирин фил асах. Ең дұрыс көзқарас бойынша, өзенде жүзсе, үлкен су қоймасында жүзсе адам, сол кезде не істейді? Орын ауысқан болып есептеледі. Жүзумен, яғни жүзумен орын ауысқан болып есептеледі. Егер адам өзі жүзсе, судың ішінде, осында 3 жағдай бар, орын ауысатын. Келесі, мә ла ятабаддалу бихил мәжлис, енді керісінше орын ауыстыру болып есептелмейді. Қандай жағдайда? Біріншісі, вала ятабаддалу би заваял байти, яғни бір кішкентай бөлмеде бір бұрыштан бір бұрышына не істеу? Ауысу. Бөлменің ішіндегі бұрыштардан ауысумен не істемейді? Яғни адам орын ауыстырған болып есептелмейді. Вал мәсжиди валау кабиран, сол сияқты мешіттің ішінде дәл солай. Тіпті мешіт үлкен болса да. Ол жерде де жаңағы бір мәжліс ауысқан болып есептелмейді. Яғни сол мешіттің ішіндегі бұрыштарда не істеп отырса, бір бұрышынан келесі бұрышына ауысып отырса. Үшінші, вала бисайли сафинатин, сол сияқты кемеде жүзіп бара жатса, бірінші жағдайда ол өзі жүзді, екінші жағдайда ол не істеп отыр? Кемеде отыр, кеме жүзіп бара жатыр, өзі не істеп отыр? Бір орында қозғалмай отыр, Құран оқып. Сол себепті ол жерде не? Орын ауыстырған болып есептелмейді. Сол сияқты вала би ракаатин, жаңағы намаздың ракаатында да, бір ракаатында бірнеше рет қайталаса, бір тилауат сәждесін, ол жерде де орын ауыстырған болып есептелмейді. Ва би ракаатайни, сол сияқты 2 ракаатта да солай. 3-4 кетсе не істейді? Уже ауысқан болып есептеледі. Бір ракаат, 2 ракаат орын ауыстырған болып есептелмейді. Алтыншы, ва шурбатин, бір тамшы шу ішсе, ол мен де жаңағы орын ауыстырған болып есептелмейді. Валя аклу луқматайн, 2 жаңағындай түйір бірдемесе жесе, одан да не? Орын ауыстырған болып есептелмейді. Ва мәшшил хутватайни, сол сияқты 2 қадам жүрсе, бұл да далада. Далада, немесе жолда, сахарада жалпы. Біз айттық, 3 қадам жүрсе ғана есептеледі, орын ауыстырған. 2 қадам болса, ол орын ауыстырған болмайды. 9-шы, валя биттикайн, яғни бір нәрсеге сүйенуменен. Бір нәрсеге сүйенуменен де не істемейді? Немесе жан бастап жату бар ғой. Ол да не? Орынды ауыстырған болып есептелмейді. Вал қууд, жаңағындай отырумен. Вал қиям, жаңа тұруменен.
Ол қалай, мысалы отырған адам жан бастап жатса, немесе отырған адам орнынан жай тұрса, бұл не істемейді? Орнын ауыстырған болып есептелмейді. Түсінікті? Сол үшін айтып отыр. Сол жерде бұл жерде жай сол бір жерде тұрып отыру немесе жан бастап жату, яғни не істеу, положениесін ауыстыру ғой, былайша айтқан кезде. Соны айтып отыр. Сол үшін құғуд отыру, ал қиям тұру, олмен не орын ауысқан болып есептелмейді, жай осы нәрселерді ауыстыруменен. 12 варукуб, жаңағыдай көлікке міну. Бұл да не? Орын ауыстырған болып есептелмейді. Ва нузули фи махалли тилаватихи. Оқып жатқан орыннан түсуменен. Көліктен бе бір нәрсені түсінді, бір тилават оқып жатты да, сол жерден просто түсті. Сол кезде не істемейді? Орын ауыстырған болып есептелмейді. 14-ші уәлә бисайри даббатихи мусаллиян. Жаңағы көлігінде нәпіл намаз ғой, бұл жерде. Көлігінде нәпіл намаз оқып жатқан болса, сол кезде тилават сәждесін оқыған болса, көлік жөн жүріп баратыр ғой. Сол кезде не істемейді? Орын ауыстырған болып есептелмейді деп жатыр. Тіпті көліктің үстінде намаз оқып баратқан жүріп бара жатса да дейді. Түсінікті? Осындай жағдайлар, 14 жағдай, осы жағдайлардың ешбірінде орын ауыстырған болып есептелмейтіндігін айтып жатыр. Енді бұл жерде келесі бір ескертетін нәрсе, ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي. Яғни Құранды жаңағы тилават сәждесін оқып жатқан адам бір жерде отыр, естуші адам не істесе, бөлмеге бірнеше рет кіріп келсе, сол кезде не істейді? Екі рет, неше рет кірді, неше рет естіді, сонша рет не істейді? Сәжде жасайды. Өйткені естуші не істеп жатыр? Орын ауыстырып жатыр. Құран оқушы бір жерде отыр, иә? Сол себепті Құран оқушы не істей береді? Ол бір-ақ рет істейді да, естуші адам қайта-қайта орын ауыстырып жатқандықтан, ол не? Жаңағындай бірнеше мәрте қанша кірді, сонша мәрте сәжде жасау керек болады, тилават сәждесін. Енді не дейді? Ля биаксихи алал асах, енді дұрыс көзқарас бойынша керісіншесі, мысалы егер тыңдаушы адам отыр, Құран оқушы адам не істеп жатыр? Ауысып жүр, орындарды ауыстырып. Сол себепті Құран оқыған адам не істейді? Орын ауыстырған үшін бірнеше рет жасайды. А тыңдарман адам бір жерде отырып естіп жатыр да аяттарды, тилават сәждесінің аяттарын. Ол бір-ақ рет не істейді? Өйткені ол мәжіліс ауыстырған жоқ. Ал мәжілісті ауыстырып жатқан кім? Тилават сәждесін оқып жатқан адам, яғни оқушы адам. Түсінікті? Соны түсіндіріп жатыр. Яғни осы жағдайларды істеп қойыңыздар, біліп қойыңыздар. Мин ахками суджуди тилава, яғни тилават сәждесіне байланысты үкімдер. Яғни тилават сәждесіне қатысты үкімдер. Бірінші не? وَكُرِهَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً وَيَدَعَ آيَةَ سَجْدَةِ لَا عَكْسَهُ дейді. Жалдайды ғой, яғни 14 сүреде не бар? Сәжде аяты бар. Именно сол сүрелерді оқып келе жатасыз да, сәжде аяты бар жерін істейсіз, сәжде аятын тастап қоясыз. Түсінікті? Не үшін? Жаңағы сәждені жасамас үшін. Міне осылай істеу макрух. Түсінікті? Егер оқып бастадың ба, уже не істеу керек? До конца оқу керек. Яғни сәжде аятында қоса оқу керек. Оқымасаңыз не істейсіз? Макрух амал жасау болып табылады. Не үшін макрух? Яғни не істеген сияқты бір менсінбеген секілді да. Түсінікті? Яғни Алла Тағаланың бұйрығын орындағың келмей жатқан секілді. Ля аксаху дейді, яғни сәжде аятын жалғыз оқуға болады. Түсінікті? Яғни сәжде аяты бар жерді ғана оқуға болады. Міндетті түрде сол сәждесі бар сүрені толық оқу немес? Шарт емес деп жатыр. Түсінікті? Сәжде аяты бар жерін ғана. Яғни бүкіл сүрені толық бітіру немесе толық оқып шығу шарт емес. Яғни аксуху деп жатқан керісінше жасауға болады деп жатқан себеп сол. Түсінікті? Яғни именно сәждесі бар жерлерді ғана оқу, қалған сүрені тастап қоюға оған болады, ол рұқсат. А керісінше жасауға болмайды. Сүрені оқып, сәждені тастап қою. Бірінші сол себепті не?
сәжде аяты бар сүрені оқып, бірақ сәжде аятын тастау макрух. Макрух. Керісінше жасауға болады. Яғни макрух емес. Керісінше деп атқаны, сәжде аятын оқып, сүренің қалған аяттарын оқымау. Түсінікті ғой? Яғни сәждесі бар аят, сондай сүрелерді оқып келе жатасыз да, сосын сәждесіне келген кезде не істейсіз? Оқымай қоясыз. Не үшін? Сәжде жасамау үшін. Осылай істесеңіз макрух істеген боласыз, макрух амал болып табылады. Ал керісінше құр сәждесі бар жерін оқып, қалған сүренің басқа жақтарын оқымай қойсаңыз, олай істеуге болады. Ол макрух болмайды. Түсінікті? Екінші, ванудиба дамму аятин ау аксар илайха. Сол сияқты мандуб болады, яғни жақсы амал болады. Осы сәжде аятына бір немесе бірнеше аяттарды не істеу? Қосып оқу. Түсінікті ғой? Яғни сәжде аятына бір немесе бірнеше аяттарды қосып оқу не болады? Жақсы амал болады. Соны айтып отыр екінші. Сәжде аятына бір немесе бірнеше аяттарды қосып оқу. Мандуб болады. Мандуб. Мандуб деген сөз мустахаб деген сөз, немесе жақсы көрілген амал деген сөз. Түсінікті? Үшінші, ванудиба ихфауха ан гойри мутахибин лахади. Сол сияқты, мысалы, сіз осы жерде кім, Валихан мысалы Құран оқып отыр, сосын сол сәжде аятына келген кезде, егер байқаса, біреулердің дәреті жоқ, сәжде жасауға әлі дайын емес, түсінікті? Сондай кезде істеген жақсы дейді Валиханға, сол сәжде аятын іштей оқи салу, басқаларға естіртпей. Неге? Өйткені ол сәжде жасауға қазір немес, дайын емес. Түсінікті ғой? Яғни дайын болмаған кезде қандай? Дәреті жоқ болуы мүмкін, немесе бір шаруалармен шұғылданып жүрген болуы мүмкін. Түсінікті ғой? Сондай кісілер бар болса қасыңызда, сол кезде Құранды оқып жатқан адамға не істеу керек? Сәжде аятын іштен оқыған жақсы. Түсінікті? Ол міндетті емес, бірақ солай істеген мандуб, жақсы болып есептеледі. Түсінікті? Үшінші, сәжде аятын оқитын кісі іштен оқығаны абзал. Егер жанында сәжде жасауға дайындығы жоқ адамдар болса. Түсінікті? Яғни сәжде жасауға дайындығы жоқ адамдар болса, сол сәжде аятын оқып отқан кісі не істеу керек? Іштен оқыған абзал. Түсінікті? Төртінші,
وندب القيام ثم السجود لها. Мысалы, сіз сәжде аятын отырып оқып жатсыз ғой. Сол кезде сол сәжде аятын оқып болғаннан кейін отырып емес, тұрып сәжде жасаған абзал. Түсінікті ғой? Яғни отырып та сәжде жасауға болады, отырған күйде. Бірақ арнайы тұру, сосын барып сәжде жасау, ол не? Абзал. Түсінікті ғой? Ол сіздің неңіз тақуалыққа, Алла Тағалаға және бойсұнушылыққа жақынырақ амал. Төртінші. Сәжде аятын оқып, арнайы тұрып сәжде жасау абзал. Түсінікті? Арнайы тұрып сәжде жасауға солай не абзал болады. Бесінші. ولا يرفع السامع رأسه منها قبل التالية. Мысалы, бір кісі Құран оқып жатыр. Құран оқып жатқан кезде сол сәжде аятын оқиды ғой. Сосын қалғандар не істеп тұр? Қалғандар тыңдап жатыр. Міне сол оқып болғаннан кейін бәрі бірдей сәжде жасау керек қой. Сол кезде сәжде жасаған кезде тыңдаушы, яғни сәжде аятын тыңдаған адам, сәжде аятын оқыған адам басын көтермейінше сәждеден бірінші болып көтермеген жақсы. Түсінікті ма? Яғни тыңдаушы как будто бы не істеп жатқан секілді, оқыған адамға бойсынып жатқан секілді. Түсінікті ғой? Сол жаңағы как будто ол имам, бұл соларға не істеп жатқан секілді, еруші секілді. Бірақ ол жамағат намаз болып есептелмейді негізі. Бірақ осылай істеген не? Абзал. Яғни оқушы адам бірінші басын сәждеден көтергеннен кейін барып, қалғандарын істеген жақсы, сәждеден бастарын көтерген жақсы. Яғни Құран оқып жатқан адамнан бұрын сәждеден басын көтермеген дұрыс. Түсінікті ғой? Естушілерге. Бірақ бұл не емес? Жамағат намаз болып есептелмейді бұл. Ана кісі имам, сіздер жамағат, білесуші деген сияқты нәрсені не істемейді. Ондай түсінікті бермейді. Бірақ соған ұқсас. Түсінікті ғой? Яғни ол абзалдық жағынан соған ұқсас. Яғни Құран оқыған адам сәжде жасап, басын көтермейінше, естіп, сәжде жасаған адам содан кейін басын көтеру керек. Түсінікті? Соны айтып отыр. Бесінші. Сәжде аятын естіген кісі сәждеден басын оқыған кісіден бұрын көтермеген абзал. Түсінікті ғой? Яғни естуші адам не істеу керек? Сәждеде басын Құранды оқыған адамнан бұрын басын көтермесін деп жатыр. Осы абзал. Істесе болады, просто бұлай істеген не жақсырақ. Одан кейін алтыншы, соңғысы. Вала юмару аттали бил тақаддум. Сол сияқты жаңа Құран оқып жатқан адам бар ғой. Ол міндетті түрде сәжде аятын оқығаннан кейін сәжде жасайды ғой. Сол кезде сәжде аятын естіген адамдардың алдында тұруы шарт емес. Оған бұйырылмайды. Намазда сияқты имам бірінші естіп тұру, имам сөйді алдында тұру керек қой. А қалғандар не? Ұйушылар имамның артында тұру керек. Бұл жерде ондай не емес, шарт емес. Түсінікті? Бұл жерде ондай шарт емес. Олай не бұйырылмайды. Уәлә сәмиуна бил истифафи. Сол сияқты естушілер жаңа Құран оқыған адамның артында сап түзеп тұруы шарт емес, арнайы сәжде жасау үшін. Түсінікті ғой? Яғни әркім өзінің отырған жерінде не істей береді? Сәждені жасай береді. Сол кезде мына линия бойынша, мысалы оқушы адам артта отырып қалса, естуші адам алда болып қалса, ол не істемейді, ешқандай проблем емес. Түсінікті ғой? А бірақ жамағат намазында, мысалы жамағатқа имамнан бұрын шығып кетуге болмайды ғой. Сондай сияқты нәрсе емес деп жатыр да, яғни бұл жамағат намазы емес,
бұл жамағатпен істелетін нәрсе емес. Әркім өзінің орнында не істей береді? Сәждесін жасай береді. Түсінікті ғой? Бұл жерде біреуіне ілесу, яғни Құран оқыған адамға естушілердің ілесуі немесе наоборот ондай нәрселер жоқ. Әркім өз орындарында не істейді? Фаясджудуна кайфа кану. Қалай отыр? Сол жерлерінде не істей береді? Тұрып сәжде қыла ма, отырып сәжде қыла ма, жасай береді. Түсінікті ғой? Соны айтып жатыр. 6. Сәжде аятын оқушының алда тұрып сәжде жасауына бұйырылмайды. Естушілер оқушының артына тұрып сап түземейді. Әркім өздерінің отырған жерлерінде сәжде жасайды. Түсінікті? Әркім не істейді? Өзінің отырған жерлеріне сәжде жасайды. Яғни имамдық сияқты, жамағат намазына сияқты, Құранды оқып жатқан адам обязательно должен стоять впереди, слышащие стоять должны сзади, еще как? По линии, сап түзеу деген таких условий нету. Ондай шарт, ондай бұйрық, ондай талап жоқ. Каждый что, где сидит, сол жерде сәжде жасай береді. Просто желательный нәрсе не? Чтобы тот человек, кто читал сәжде аят, чтобы он первый поднял голову из сәжды. А слышащие что? Что перед ним не подняли голову. Вот это только как адаб, как лучшее действие считается. Хорошо. Абзал, мустахаб болып есептеледі. Немесе мәнду, разница жоқ. Яғни естуші адам сол. Қалғандардан ондай нәрсе талап етілмейді. Осындай нелер бар, үкімдер бар. Осындай 6 үкім бар. Сәжде аяттарына қатысты. Осыны не істеп жүріңіздер, біліп жүріңіздер. Енді келесі мәселе ол шурут сихатиха, яғни сәжде аяты дұрыс болудың шарттары қандай? Сәжде аятының сәждесінің дұрыс болу шарттары ғой. Бұл жерде не? Бірақ нәрсені айтамыз. Бірақ шартты айтып кетеміз. Қандай? Ва шуруту лисихатиха шарайту салати илля тахрима. Яғни намаздың шарттары бар ғой. Намаздың шарттары қандай? Мысалы, әурет жабық болу, сосын не? Дәретті болу, ғұсыл болу, сосын не? Тұрған жеріңнің таза болуы, киімнің таза болуы, қыблаға қарап тұру деген секілді осындай шарттар бар ғой. Сол шарттардың барлығы не? Сәжде, тилават сәждесінде де не істейді? Сол шарттар сақталады. Сол шарттар не? Шарт болып есептеледі. Міндетті түрде солардың істелу керек, болу керек. Тек қана қайсы не? Тахрим тәкбірі. Яғни тахрим тәкбірінен басқа намаздың тахрим тәкбірінен басқа намаздың
дұрыс болу шарттары tilovat сәждесінің шарттары болып табылады. Түсінікті ғой? Только тахрим такбир бар, намазда жасалатын ең бірінші. Вот это только не входит. Остальные все вот эти вот условия, что должны соблюсти. Түсінікті ғой? Соны айтып жатыр, яғни тилават сәждесінде міндетті түрде тахрим такбирінен басқа бүкіл намаздың шарттары осы тилават сәждесінде шарттар болып есептеледі деп жатыр. Ол шарттарды біз негізі тилават сәждесінің бірінші сабағында айтып кеттік. Сол жерден қарап алсаңыздар болады ютубтан. Түсінікті ғой? Оны біз айтып кеткенбіз уже. Енді кайфиятуха, қалай осы саху деп ғой, тилават сәждесі қалай жасалады? Соның несі? Жасалу тәсілі. وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم. Yani istейсіз, қыбла жаққа тұрасыз, бұлай қол көтермейсіз, жай ғана не істейсіз? Аллаху акбар деп айтасыз да, сәждеге барасыз. Сосын субхан раббил а'ла, субхан раббил а'ла, субхан раббил а'ла. Сосын Аллаху акбар деп екінші такбирге басса тұрасыз. Болды. Яғни осы екі такбирдің ортасында не істейсіз? Сәжде жасайсыз. Болды. Түсінікті? Бұл жерде не жоқ? Жаңағы екі такбир бар ғой. Бірінші Аллаху акбар деп айту, сосын сәжден тұратын кезде Аллаху акбар айту. Осы екі такбир бұл сүннет болып есептеледі. Түсінікті? Бұл сүннет. Ал жаңағы сәжде жасаудың өзі не? Уәжіп. Түсінікті ғой? Сәжде жасаудың өзі уәжіп. Биля рафин ядайн, яғни екі қол не істелмейді? Көтерілмейді. Уәлә тәшәһуд, және отырған кезде тәшәһуд оқымайсыз. Уәлә тәслим, және екі жаққа сәлем бермейсіз. Түсінікті? Осылай жасалады тилават сәждесі. Осылай жасап жүрсіздер ме? Или қол көтеріп Аллаху акбар деп жүрсіздер ме? Сәжде, тилават деп қояйық. Тилават сәждесінің жасалуы. Қалай екен? Бір сәжде, екі такбир ортасында қол көтерілмейді. Қол көтерілмейді. Сосын не? Тәшәһуд. Керісінше ғой. Тәшәһуд оқылмайды. Сосын не соңғысы? Сәлем берілмейді. Сосын тағы айтып кететін нәрсе, сәжденің өзі не? Сәжде уәжіп, екі такбир сүннет. Осыны біліп жүріңіздер. Түсінікті? Яғни тилават сәждесінің жасалу тәсілі осылай. Осыған мән бересіздер. Енді осы жерде бір кішкентай ғана тақырыпша, соңында айтып кетейік, осы мәселеге байланысты. Бұл да ұқсайды. Ол қандай? Фи сәждәти шукр. Мүмкін білетін шығарсыздар, бұрын анау Қазақстаннан кетіп қалуға мәжбүр болған кісілер бар ғой кезінде. Қазақстанға қайтып келеді ғой. Сосын самолеттан түскенде, немесе сол Қазақстан жерін бірінші басқан кезде не істейді? Жерге жатып, сәжде жасап жатады ғой. Сол сияқты деген секілді. Осындай жағдайларда кейде байқайсыздар, бір адамдар не істейді? Намаз оқымайды, түк істемейді, құр сәжде жасайды. Неге істедің десе, шүкір сәждесі ғой деп айтады.
Сол мәселені өтеміз. Түсінікті? Шүкір. Футболисттер, спортсмендер жасап жатады. Шүкір сәждесі. Осы тақырып. Сәждәту шүкри макрухатун айнда Аби Ханифата рахималлах. Шүкір сәждесін жасау Абу Ханифаның көзқарасы бойынша макрух. Түсінікті ғой? Сосын не еді? Ла юсабу алейха, және оған сауап берілмейді дейді. Ва таркуха аула, және оны тастаған абзал дейді. Яғни істемеген абзал дейді. Бұл кімнің көзқарасы бойынша? Абу Ханифаның көзқарасы бойынша. Көзқарасы. Шүкір сәжде жасау макрух. Сауап берілмейді. Сауап берілмейді. Сосын не? Тастаған жақсырақ. Яғни істегеннен гөрі істемеген жақсы деп тұр ғой. Түсінікті? Бұл бір. Енді бұны қалай біз түсінеміз? Бұл біздің білесіз, Ханафи мазхабында тек қана Абу Ханифаның көзқарасы ғана емес қой. Жалпы Абу Ханифаның өзінің көзқарасында осындай. Енді бұл көзқарасты көп Ханафи мазхабының ғұламалары не істеген? Түсіндірген. Не үшін Абу Ханифа былай деп айтқан дейді. Кейбір ғұламалар айтады, яғни Абу Ханифа былай айтқандағы мақсаты дейді. Яғни бұл шүкір сәждесін жасау уәжіп емес екендігін білдіргісі келді дейді. Түсінікті ғой? Яғни шүкір сәждесін жасау уәжіп емес. Уәжіп деген не ол? Міндет деген сөз ғой. Яғни қай кезде бір. Өйткені оның түсінігінде, Абу Ханифаның түсінігінде адам Аллах Тағалаға шүкір ету әрдайым жасау керек дейді. Түсіндіңіз бе? Адам Аллах Тағалаға шүкірді әрдайым жасау керек дейді. Егер сен ол әр нәрсеге шүкір жасау керек болса дейді, сен онда не басын сәждеден көтермей көресің ғой сонда, түсіндің бе? Ана періштелер бар ғой, өмір бойы жаратылғаннан бастап сәжде жасап тұратын періштелер бар ғой. Солар сияқты сен өмір бойы не істеуің керек болады дейді. Сәжде жасап кетуің керек болады. Сол себепті ол кісі айтқан сәжде жасау макрух деп сол үшін айтқан дейді. Яғни уәжіп емес екендігін, яғни міндетті нәрсе емес екендігін білдіру үшін дейді. Екінші ғұламалар айтады, бұл сөзін айтудағы мақсат дейді, осылай айтудағы мақсат имам Абу Ханифаның. Екінші не? Бұл саху сәждесін жасасаң сауап болмайды дейді, бірақ жасасаң рұқсат. Просто сауап болмайды. Жасасаң рұқсат. Соны білдіргісі келді дейді. Үшінші ғұламалар айтады не? Бұлай айтқан себебі дейді Абу Ханифаның, яғни ол не? Жалпы осылай жеке шүкір сәждесін жасау заңдастырылмаған дейді шариғатымызда. Сондықтан ондай жеке шүкір сәждесін жасағандық жайлы не жоқ дейді. Нақты дәйек, нақты дерек жоқ, яғни заңдастырылмаған, шариғатталмаған деп айтқан. Яғни осындай Ханафи мазхабында Абу Ханифаның осы сөзіне байланысты түрлі нелер бар, имамдардың көзқарастары бар. Дегенмен бұл біріншісі ғой. Екіншісі, бұл кісінің қандай шәкірттері бар? Абу Юсуф пен имам Мұхаммад. Сол екі имамның көзқарасында не дейді? Олар وَقَالَ هِيَ قُرْبَةٌ يُسَابُ عَلَيْهَا. Шүкір сәждесі Аллаға жақындататын амал. Түсінікті? Аллаға жақындататын амал және не еді? Сауап беріледі дейді.
Сол себепті бізде қазір кімді Ханафи мазхабында кім осы шүкір сәждесін жасап жүрген болса, осы екі имамның көзқарасымен не істеп жатыр? Жасап келе жатыр. Түсінікті? Екі имам не дейді? Бұл Аллаға жақындау амал болып есептеледі дейді, және ол үшін сауап беріледі дейді. Түсінікті? Ва хаятуха мислу сәждати тилауа. Шүкір сәждесі қалай жасалады десе, жаңағы тилауат сәжде бар ғой, қалай жасалады? Дәл солай шүкір сәждесі де не істейді? Дәл солай жасалады дейді. Яғни не істемейсіз? Қол көтермейсіз, жай ғана не істейсіз? Аллаху акбар дейсіз да, жерге барасыз. Сол жерде жаңа такбирлерді, таспихтарды айтсаңыз болады. Сосын не? Аллаху акбар деп басыңызды көтересіз, болды. Түсінікті ғой? Бірақ қыблаға қарау, дәрет болу, мана шарттар бар ғой. Сол шарттар дәл солай. Түсінікті? Дәл сондай нәрсе дейді. Енді, ең соңғы қысқа мәселе тилауат сәждесіне байланысты. Бұл уже Құран аяттарын оқу сәждесіне байланысты. Файдатун мухимматун лидафи кулли махимматин дейді. Сондай маңызды пайда дейді, түрлі барлық нелерді, жаңағы уайым қайғыларды кетіретін дейді. Қараңыз, өте маңызды нәрсе бұл негізі. Кімнің басында уайым қайғы болса, кетпей жатқан, бір уайымдар болса, проблемалар болса, сондай проблемаларды, бәлелерді кетіретін өте маңызды пайда. Кім осыны істесе, сол нәрсені істейді, иншалла, оған пайдасын береді. Қал имам Насафи рахималлах фи кафи. Имам Насафи деген Ханафи мазхабының атақты ғұламалардың бірі, кафи деген еңбегінде айтады: "Мән қара ая әс-сәждати куллиха" дейді. Кім жаңағы біз айттық қой, 14 сүреде сәжде аят бар деді, солардың бәрін оқып, фи мәжлисин вахидин, бір мәжлісте, ва сәжада ликулли минха, және бір мәжлісте бүкіл 14 сәжде аятын оқып, неше рет сәжде жасауға болады негізі? Бір-ақ рет жасауға болады ғой негізі, жеткілікті сол. Бірақ ол әр қайсысына жеке сәжде жасаса, сол 14 сәждесін, әр қайсысын жеке. Ва сәжада ликулли минха кафахуллаху ма ахаммаху дейді. Алла Тағала не істейді дейді, оның жаңағы уайымын, қайғысын, бәлесін содан не істейді? Сақтайды, соны кетіреді, содан не аман қылады дейді. Түсіндіңіз ба? Сол себепті осындай жағдайға жеткілеріңіз келсе, сол сәжде аяттарын бәрін оқыңыздар бір мәжілісте. Сосын әрқайсына жеке сәжде жасаңыздар. Түсінікті? Сол кезде не істейсіз? Жаңағы айтылған нәрсе болады деп отыр. Түсінікті ғой? Иә, бір отырыста сол сүрелерді оқисыз да. Иә, сол сүрелерді оқисыз да. Сосын сол сүрелердегі жаңағы аяттар бар ғой, соларды әрқайсына не істейсіз? Жеке сәжде жасайсыз. Түсінікті ғой? Міне осындай нәрсені имам Шурумбали бізге не істеп жатыр? Арнайы бөлек тақырып арнап айтып отыр. Түсінікті ғой? Бұл анау неге байланысты? Тавассул дейді ғой. Иә, тавассул деген білесіздер ғой, естісіздер ғой. Яғни сол тавассулге жақсы осы нәрсе. Әр мұсылман адам өзінің жақсы амалымен істеуге болады, тавассул жасауына болады. Алла Тағаладан мен осы амалды өзінің разылығы үшін жасаған болсам, шын мәнінде менің осындай уайымды кетір, осындай проблемамды шеш, осындай нәрсені маған бер деген секілді солай дұға етсеңіз, соған жақсы амал. Түсінікті? Ва ахир дағуана анил хамдулиллахи раббил алемин. Алла разы болсын.